Сәлеметсіңдер ме студенттер? Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы әдеби шығармаларды оқытуда білім алушылардың жас ерекшелігін ескеру. Мақсаты көркем шығарманы оқытуға бағыт беру, жас ерекшелігіне байланысты оқу үрдісінде тапсырманы таңдау, сұрыптауға бағыттау. Жоспар: қазақ әдебиеті пәнінің базалық білім мазмұнындағы көркем шығарманы меңгертудегі тәсілдер, әдеби шығармаларды оқытуда, талдауда білім алушылардың жас ерекшелігін ескерудің жолдары, оқу үрдісінде тапсырмаларды таңдау және топтастыру, пайдаланған әдебиеттер, Бітібаеваның қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық әдістемесі мен технологиясы, негізгі білім беру деңгейінің 5 мен 9 сыныптарға арналған қазақ әдебиеті пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы, Назарбаев зияткерлік мектебі дербес білім беру ұйымы қазақ әдебиеті оқу жоспары және интернет ресурстар. Әдеби шығармаларды оқытуда білім алушылардың жас ерекшелігін ескеру аса маңызды. Оқушының рухани толысуында көркем шығарманың өзіндік орны бар. Көркем шығарма баланың жас ерекшелігіне сай таңдалмаған жағдайда оны зеріктіретіні анық. Сондықтан 2 жастағы жасөспірімдер, 5 және 7 сыныптар, 10-12 жас аралығындағы оқушылардың өзіндік мінез-құлық, даму ерекшелігіне қарай көркем шығарманы ұсынған орынды. Бұл жастағы балалардың білімге құлшынысы ерекше болады. Шағын әңгімелер бұл жастағы балаларға ерекше қанат бітіреді. Кіші жастағылар оқырмандық мәдениеті әлі қалыптасып, толысып жетілмесе де көп нәрсені білгісі келіп сұрап, тағатсыздана жауап күтетін жастағы балалар. Олар қимыл қозғалысы жағына шапшаң, әр нәрсеге сенгіш, маңайындағылардың бәрін сол қалпында шындық деп қабылдайды. Қиянат жасамайтын, жақсылыққа құлай берілетіндер. Бұларды фантастикалық, қиял ғажайып оқиғалары бар шығармалар қызықтырады. Орта буында 5 сыныпқа арналған қазақ әдебиеті пәнінің базалық білім мазмұнында Перкулатты Кендебай ертегісі, Қобыланды батыр жыры, Асан Қайғының бергі айтқан сыны аңызы, Ыбырай Алтынсарин, Шахсейітқұл, Атымтай Жомарт, Дүние қалай ертең табылады, тағы басқа көркем шығармалар берілген. Міне, қарап отырсақ оқушының жас ерекшелігіне сай көркем шығарма таңдалып алынған. Енді осы шығарманы оқыту жолында назар аударсақ, оқушының жас ерекшелігіне сай мектепте көп шулайтындар, пікірін шапшаң айтып, пікірін дер кезінде тыңдамасаң ренжіп қалатын 5-7 сынып оқушылары. Әдеби шығармаларды оқу, қабылдау ерекшелігіне келсек, әңгімені қара сөзбен жазылған шығармаларды оқуға ынталы болып келеді. Көркем шығарманы талдауды жүргізуде оқу мақсаттарына баса назар аударамыз. Оқушылар сыни және жауап беру дағдысы бойынша әдеби шығарманың жанрын, тақырыбы мен идеялық мазмұнын анықтайды. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекеті арқылы танылатын образын ашады. Көлемі шағын үзінділерді жаттау арқылы есте сақтау қабілеті дамиды. Көркем мәтіндерді оқу арқылы оқушыда мәтіннің мәнін түсіну, мәнерлеп оқу дағдылары қалыптасады. Көркем мәтінді оқу шығармаларының тұлғасы дамып жетілуін, оның интеллектісі, сөйлеу әрекетінің қалыптасуын, оқырмандық әрекетіне қызығушылығы дамуын қамтамасыз етеді. Оқушының көркем мәтінді ажырата тани алу үшін әрқайсының маңыздылығын түсінуі, оны өмірлік жағдаяттарында саналылықпен қолдана алу үшін оқудың саналы оқу, дұрыс оқу, жүгіртіп оқу, мәнерлеп оқу тағы басқа түрлері қолданылады. Оқушылар әдеби шығарманың құрылысын, композициясы жасалу тәсілдерін, екі нәрсені құбылысты оқиғалар желісін, кейіпкерлерді салыстыра суреттеу, қарама-қарсы суреттеу тәсілдерін меңгере отырып, анализ жасау және интерпретациялау дағдысын қалыптастырады. Эпикалық шығармадағы жазушының авторлық тұлғасын, көріну қалпын, суреткерлік шеберлігін анықтайды. Көркем шығармаға түрлі
түрлі деңгейдегі талдау жұмыстарын жүргізу арқылы оқушылардың ойлау қабілеттері, шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлауы дамиды. Мәтінмен жан-жақты жұмыс жасау үрдісінде қаламгердің тілдік көркемдегіш құралдарын қолдану лабораториясына талдау жасайды. Шығармадан алған әсерін сипаттайды, авторға арналған хат, өлең жазады. Көркем шығарманың бейнелі, мәнерлі тілдік құралдарын қабылдай алу, автор жасап шығарған өмір картинасын санасында орналастыру, көркем мәтіндегі себеп пен салдардың байланысын анықтау, көркем шығармадағы автордың көзқарасын түсіну, мәтіннің негізгі ойын, идеясын анықтау, талдау әдістерін қолдануды меңгереді. Оқушылар орындайтын ауызша және жазбаша жұмыстар арқылы бағалау және салыстыру дағдылары қалыптасады. Салыстыру тәсілінің мынандай түрлерін меңгереді. Салыстыратын нысандардың тек ұқсастығын табуды мақсат ететін салыстыру. Салыстыратын нысандардың тек айырмашылығын табуды мақсат ететін салыстыру. Салыстыратын нысандардың ұқсастығы мен айырмашылығын қатар табуды мақсат ететін салыстыру. Міне салыстырудың осындай үш түрі қарастырылады екен. Оқушылар көркем шығармадағы жекелеген эпизодтар арқылы тарихи құндылықтар мен кейіпкерлерді талдап тану. Ол құндылықтарды шынайы өмірмен байланыстыра отырып бағалайды. Шығарма кейіпкерлерін өзіндік құндылық болмысы тұрғысынан талдап, нәтижесінде әдеби эссе, оқырман ретінде өзінің рухани дүниесіне берілген әсерін бағалайтын сыни хабарлама жазады. Көркем шығармаға түрлі мақсаттағы салыстырмалы талдау жасау дағдысын дамыту үшін сыныптан тыс оқитын қосымша әдебиеттер тізімі ұсынылады және жергілікті ақын жазушылардың шығармашылығымен байланыстыру мүмкіндігі беріледі. Қазақ әдебиеті пәні бойынша бір сабақта бір немесе бірнеше оқу мақсатын алуға болады. Әдіскер машықкерге оқу мақсатының комбинациясын шебер пайдалануға бағыт бере білуі керек. Пәнаралық байланысқа тоқталайық. Әдебиет пәні мектепте оқылатын басқа тіл пәндерімен тарих, жаратылыстану, бейнелеу өнері, музыка және басқа да пәндермен тығыз байланыста үйлесім табады. Пәнаралық байланыс оқытудың ерекше категориясы болғандықтан, оқушылардың әдебиеттен жүйелі білім алуын күшейтіп, оқу әдістерін жетілдіреді. Әдебиет сабағындағы пәнаралық байланыс оқушылардың эстетикалық талғамын және сурет, музыка, кино өнерінде ұмтылысын қалыптастырады. Шығармадағы тарихи шындық пен көркем шешім көрінісін, топонимикалық, ономастикалық атаулардың маңыздылығын түсіне отырып, оқылатын шығарманы бейнелеу және музыка өнерімен ұштастыра отырып, пәнаралық байланысты кеңінен қолдану оқушының дүниетанымын қалыптастырады. Әдіс тәсілдерге назар аударсақ, қазақ әдебиеті пәнін оқытудың педагогикалық тұрғылары, құндылық бағдар оқыту, түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет сезімін қалыптастыру, дамыта оқыту, тұлғалық бағдарлы оқыту, әрекет бағдарлы оқыту, саралай және даралай оқыту, коммуникативтік функционалдық бағдарлы оқыту, ақпараттық коммуникациялық бағдарлы оқыту бағытында болғандықтан, осыған сай педагогикалық әдістер мен тәсілдер жүйелі қолданылады. Атап айтқанда, әдістер жүйесі мынандай жүктемеде жүйеленеді. Әңгіме, пікірталас, дәріс, кітаппен жұмыс. Репродуктивтік сипаттағы танымдық белсенділікті дамытатын білімді меңгерту әдістері. Классикалық проблемалық әдіс деу бойынша коммуникативтік жағдаяттық әдіс, идеялар банкі, ми шабуылы, дидактикалық ойындар, еліктеу ойындары, іскерлік ойындары, оқушының өзіндік жұмыс арқылы шығармашылық танымдылық белсенділік пен проблемаларды шеше отырып білім алу әдістері. Экспрессивтік әдістер. Экспрессивтік әдістер шығармашылық тапсырмаларды орындау әдістері. Практикалық әдістер оқушылардың көркем әдебиетті, көркем өнердің басқа түрлерімен байланысты қабылдау арқылы танымдық белсенділігін дамыту әдістері. Көркем әдебиетті меңгеру арқылы сурет салу, проблемаларды шешудің ең оңтайлы және тиімді жолдарын шешу және таңдау әдістері шығармашылық міндеттерді жүзеге асыруды көздейтін практикалық әдістер болып табылады. Ресурстармен жұмысқа тоқталсақ,
қазақ әдебиетін оқыту үрдісінде оқу материалымен байланысты түрлі үнтаспа, бейнетаспаларды, медиа материалдарды, бейнероликтерді, ғаламтор материалдарын, электронды оқулықтарды, ақпараттық-коммуникативтік технология құрылғыларын пайдалана отырып сабақтың тиімділігін арттыру көзделеді. Сонымен қатар оқыту ресурстарының қоры, театр, мұражай, кітапхана, тарихи ескерткіштерге саяхат жасау арқылы кеңейе түседі екен. Ересек жастағы жасөспірімдер, 8-9 сыныптар, 13-14 жастағы оқушылар, олардың өзіндік пікірі, оқырмандық мәдениеті қалыптаса бастаған. Көркем шығарманы жан-жақты қарастырады, кез келген оқиғаны саралайды, кейіпкер бейнесіне өзіндік баға береді, салыстырады, ой түйеді. Кітапты қалай оқу керек, оқып отырып неге назар аудару керек, яғни талдау жұмысы қалай жасалынады, оның барлығына жол таба біледі. 8 сыныпқа арналған қазақ әдебиеті пәнінің базалық білім мазмұны: түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру дағдылары бойынша шиыршық қағидатымен бұнда тереңдетіле берілген. Қазақ әдебиеті пәні сөз өнеріне деген ынтасы мен құлшынысын дамытуда зор роль атқарады. Оқушыларды көркем шығарманы оқытуға баулу, оны оқырман ретінде қалыптастыру жолында ұстаздар мен ата-ананың рөлі ерекше. Оқу үрдісінде көркем шығарманы талдау барысында сынып ерекшелігін ескеріп, сараланған тапсырмаларды ұсынғанда оқу үрдісіндегі талдау жұмысы нәтижелі болады. Кері байланысқа берілген тапсырма Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесі, бағалау және салыстыру дағдысы, оқу мақсаты оқырманның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу. Бір тапсырма дайындап, орындалу қадамдарын көрсетіңдер, сол тапсырмаға дескриптор құрастырыңдар. Яғни, кері байланысқа беріліп отырған тапсырма Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесі, осы әңгіменің негізінде оқырманның рухани дүниесіне, шығармасына әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазылу керек. Сыни хабарламаға бір тапсырма бересіңдер, осы бір тапсырманың сыни хабарлама жазудың қадамдарын анық көрсетесіңдер. Сол тапсырмаға дескриптор құрайсыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын қандаш жүйесі арқылы немесе электронды почта, WhatsApp желісі арқылы жіберуге болады. Қай жүйе ыңғайлы, сол жүйемен кері байланыстың жұмысын жүргізуге болады. Енді кері байланыста сыни хабарлама болғандықтан, бұнда кіріспесі, негізгі бөлімі, баса назар аударатын және қорытындыға балалар назар аударуларын қажет. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болайық.